Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Сіздермен бірге модерн тичер арнасы. Егер де сабаққа қатысты қызықты идеялар керек болса, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бүгін мен сіздерге сабаққа қатысты сыныптан тыс іс-шараларда қолдануға болатын өте оңай жасалатын қосымшаны таныстыратын боламын. Ең әуелі өздеріңіз іздеу жолағына Jeopardy Labs деп теріп қойсаңыздар, осындай парақша ашылатын болады. Мен бұның атауын төменгі жақта сілтемеде қалдыратын боламын. Осы парақша ашылғаннан кейін сіздерде мына осындай күйде тұрады. Кейде ол ағылшынша болуы мүмкін. Сондықтан ағылшынша шыққан жағдайда мышканың оң жағын бассақ, төменгі жақта перевести русский язык деген шығып тұрады. Сол кезде сіздің бетіңіз осындай орыс тіліне аударылатын болады. Енді бұл жерде не бар? Егер де біз бұның войти присоединиться-ны басатын болсақ, біз ақылы қызметіне көшетін боламыз. Ақылы қызметі өте көп мүмкіндіктерді ұсынады, бірақ та бұны тегінде жасауға ешқандай да тіркелмей-ақ бірден тегін жасауға болады. Ол үшін мына сары жолақта тұрған создайте опасную игру дегенді басасыз. Енді бұл опасный ойын емес. Содан кейін жерде төменгі жақта создать пароль дейді. Өздеріңіз бір парольді енгізесіздер. Кез келген сіздердің ойындарыңыз мінекей ашылады. Осындай парақша шығады. Енді біз бұл жерге қажетті жоғары жақта категорияларымызды жазамыз. Төменгі жақта ол ұпай сандары. Мысалы, бірінші категориямыз музыка болуы мүмкін, екінші категориямыз тұлғаларға байланысты сұрақ болуы мүмкін. Яғни 21 ғасырдың көшбасшысы деген ойын бар емес па? Дәл соған ұқсайтын ойын болып шығады. Міне әртүрлі категорияларға бөлуге болады. Мына жақтағы өздеріңіз көріп тұрсыздар, сары тік төртбұрыш шығып тұр ғой. Сол жерге біз сіздермен артық бағандарды немесе жолдарды алып тастай аламыз. Сол сарыны бассаңыздар, ол алынып тасталынады. Яғни ол сіздердің өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты, және де міне әр категорияға байланысты ұпай сандар көрсетілген. Және де міне бірінші жүздікті ашатын болсақ, жүздікте оңай сұрақ, қазақтың ұлттық аспабын атаңыз деген сұрақты берсек, мына жаққа екінші бағанға оның жауабын домбыра деп береміз. Мінекей бізде бірінші сұрақ дайын болды. Дәл солай екінші, үшінші сұрақтарды әзірлейміз. Мен енді барлығына бірдей сұрақтарды жазбаймын, уақытымызды кетірмеймін. Мысалы, үлгі ретінде жай ғана осылай қалдырып қойдым. Мінекей барлығын алдық. Одан кейін мінекей бізде жоғарғы жақта мына жердегі сілтемесін көшіріп аламыз да, оны жаңадан іздеу жолағына, Google-дың іздеу жолағына енгізіп көреміз. Мінекей бұны сіз өздеріңіздің PowerPoint-тарыңызға немесе Word құжаттарыңызға енгізіп қоя аласыздар. Одан кейін мінекей төменгі жақта Teams деген шығады, ол команда. Сіз 10 командаға дейін жасай аласыз. 10 команданы да жасауға болады. Енді егер де сыныбыңызда 10 оқушы болатын болса, осы әр оқушыға жеке-жеке беруге болады. Одан кейін мына төменгі жақта Team 1, Team 2 деп тұрған жерге біз өзіміздің оқушыларымыздың есімдерін жаза аламыз. Сонда бізде әр оқушы өздері жеке дербесе ойынды ойнайтын болады. Бұл егерде сыныпта жүзеге асатын болса, мысалы, тексеріп көрелік. Мысалы, мына жердегі бір сұрақтандады, қазақтың ұлттық аспабы. Арай оған дұрыс жауап берді. Дұрыс жауап берген жағдайда жасыл қосу белгісін басамыз. Сонда мінекей көріп тұрсыздар, Арайға 100 ұпай қосылды. Дәл солай мына музыкадан ол сұрақ жойылып кетті. Егер де мына жоғарғы жағындағымыз басатын болсақ, бұл жерде жауабы шығады. Эскейді басатын болсақ, бізде бастапқы қалпына оралатын болады. Міне көріп тұрсыздар. Осылайша біз сіздермен әр оқушының балдарын осылай жасыл
қосу белгісін басу арқылы жасай аламыз. Екіншіден, мінекей команда деп жасауға болады. Оған 4 команда болатын болса, міне әрқайсысына жеке-жеке команданың аттарын береміз. Тұлпар, жүйріктер, одан кейін алғырлар және тапқырлар деп беретін болсақ, бізде осы командалық ойындар, яғни олар командада ақылдаса отырып сіздердің қойған сұрақтарыңызға жауап беретін болады. Және де біз дәл солай жасыл плюс белгісін басу арқылы оларға ұпайларымызды қоса аламыз. Сонда әр топ бірден өздерінің ұпайларын көріп отыратын болады. Қарап отырсаңыздар, өте оңай қосымша, бірден жасалып, бірден ойналып кетеді. Тек қана сұрақтарыңызды алдын ала дайындап алыңыздар. Ал келесі жолы мен сіздерге сабақтың үстінде қолдануға болатын ең қызықты үздік әдіс тәсілдер туралы айтатын боламын. Сондықтан менің арнама қосылып қойыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, қоңырау белгішесін басуды ұмытпаңыздар.